Құмалақты сізге саламын. Қасиетті 41 құмалақ сіз жайлы не айтады? Бисмилля-рахмани-рахим. Құмалақтың басына тақ сандар түсті. Бас қатардың бұлай түсуі сіздің ниетіңіздің өте түзу, жүрегіңіздің кең әрі таза адам екеніңізді көрсетеді. Сіз өз басыңыздан қарағанда өзгелердің, балалардың, туыстардың қамын көбірек ойлайтын, айналасына тек жақсылықты іс. Қазіргі уақытта іштей бір үлкен тілек немесе балаларыңыздың бір шаруасын ойлап, Алладан жеңілдігін сұрап отырған ақ ниетіңіз анық көрініп тұр. 9 тасы сіздің дұға тілектеріңіздің қабыл болатынын білдіреді. Сонымен қатар жасыңызға байланысты құмалақтың орталық қатары сәл ауырлау түсті. Яғни, сіздің соңғы уақытта денсаулығыңызға тиісті деңгейде күтім жасамай, іштей шаршап жүргеніңіздің белгісі. Құмалақта бел, аяқ буын аурулары, сүйектің қақсауы және қан қысымының давление, ауытқуы белгі беріп тұр. Сондай-ақ түнде көп ойланудан ұйқыңыздың бұзылуы немесе жүрек тұсының сәл сыздауы мүмкін. Сіздің энергияңыз өте нәзік, сырттан келген суық сөз немесе тіл көз соғы сізге тез әсер етеді, содан дененің ауырлап қалатын қасиеті бар. Құмалақтың аяқ жағы өте жылы әрі берекелі. Үйіңізде, отбасыңызда үлкен қорғаныс бар. Балаларыңыздың немесе жақын адамыңыздың бірінің өміріндегі шешілмей, созылып жүрген бір шаруасы, жұмыс, құжат немесе қаржы жағы, алдағы уақытта оң бағытқа бұрылады. Сіздің аналық ақ батаңыз отбасыңызды сыртқы пәле-жаладан қорғап тұр. Балаларыңыз сізді сыйлайды, сіз шаңырақтың алтындың кегісіз. Құмалақтың соңы өте жақсы аяқталды. Алдағы 3-6 айдың көлемінде шаңырағыңызға үлкен бір қуаныш келеді. Бұл алыстан келетін ақ жолдай жақсы хабармен, немесе үйіңізге келетін сыйлы қонақпен, әулеттің бір үлкен қуанышты бас қосуымен, тоймен. Өзіңіз көптен бері уайымдап жүрген бір мәселеңіз өздігінен жеңілдеп шешімін табады. Жолыңыз ашық. Құмалақтың жалпы беті өте жарық, басыңыздан бағыңыз қашпаған, жолыңыз таза. Сізге айтарым, денсаулыққа мән беріңіз. Бала-шағаны ойлаймын деп өз денсаулығыңызды ұмыт қалдырмаңыз. Уақытылы дәрігеріңізге қаралып, аяқ буынды күтіп ауыр көтермеуге тырысыңыз. Ойды босатыңыз, өзіңіз өзгерте алмайтын жағдайларды ойлап іштей таусылмаңыз. Бәрін бір Аллаға тапсырып, жан тыныштығын сақтаңыз. Сіздің жүрегіңіз тыныш болса, балаларыңыздың да жолы жеңіл болады. Балаларыңыз бен немерелеріңізге көбірек ақ батаңызды беріп жүріңіз, сіздің батаңыздың күші өте жоғары. Құмалаққа полный аштырғыңыз келсе, WhatsApp-ыма шығыңыз 8-708-243-78-64. Жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Шаңырағыңыздан береке кетпей, ұл-қыздарыңыздың, немерелеріңіздің ортасында қызықтарына тоймай, аман-есен күліп ойнап жүре беріңіз, жолыңыз әрдайым ашық болсын.